Salamatçılar ne olmuşlar? Salamatçılar. Oturan oyunu. Қазір болады әдебиет оқушылары, әдебиеттің оқушыларының негізгі өтетін тақырыбы ана тілі, дана тілі. Бүгінгі сабақтың негізгі мақсаты балалар кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып салыстырып бағалайды. Енді сабағымызды балалар біз бүгін Қадыр Мырзалиев атамыздың өлеңімен бастаймыз. Жақсы? Бәріміз білеміз ғой, иә? Есімізге түсіреміз. Бірге айтамыз, мен бір айтып берейін, естіңіз. Ана тілің арың бол, ұятың бол бір бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Кәне бәріміз айтып берейік. Ана тілің арың бол, ұятың бол бір бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Жақсы болады. Бұл басым сабағымыздың ең бастамасы, иә? Біз басқа тілдің бәрін білуіміз керек, бірақ өз тілімізді әрқашан билікте, құрметте ұстауымыз керек. Оқу дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз, тақырыбымызды тапып қояйық. Жылдамырақ балалар, иә? Қиясы, жалпақ, жазық, кезеңі. Сайрап сөйлеп тұрған жоқ па қазақша? Қалай тозар сендік асыл сөзгені? Ана тілім күшім менің қуатым. Жырым сенді жүрегіме туатын. Тауысар маған сынды, қорымды. Зелес қатар жазсамын ақын. Жақсы болады. Тыңдап қойы. Енді өзіміз бір-бір шумақтан оқимыз. Жақсы ма? Бір-бір шумақтан. Кім оқиды? Арай оқиды, бір шумақ. Ба қазақтың ұлына көлі өзені, тау қирасы жалпақ жазық кезеңі, сайрап сөйлеп тұрған жалпақ қазақша, қалай тозар сендік асыл сөз. Жақсы, Ерасыл. Ана тілім күшім менің қуатым, жарым сендік жүрегім менің туатым, таусырма арасында қорымды, зел мезет қатар жазға мың ақын. Жақсы, Али. Ба қазақтың орман көлі өзені, тау қирасы жалпақ жазық кезеңі, сайрап сөйлеп тұрған жалпақ қазақша, қалай тозар сендік асыл сөз керек. Натан Нұрдәулет. Ана тілім күшім менің қуатым, жарым сендік жүрегіме туатым, тауысарма арасында қорымды, тізересіп қатар жазса мың ақын. Жақсы, Бидали. Керек, иә? Жақсы, бірінші. Топпен айтуға да болады, иә? Жеке де қой көтереміз. Менің ана тілім қазақ тілі. Менің ана тілім қазақ тілі. Біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Әркім өз ана тілінде сөйлейді. Менің ойымды, қуанышымды, ренішімді қай тілде жеткіземіз? Қазақ тіліне жеткіземіз. Мен ана тілімде ән айтамын. Әр ұлттың өз ана тілі бар екен. Жақсы, тамаша. Әрі қарай балалар, оқулықты ашамыз. Оқулықты ашамыз. Тақтаға кішкене көңіл аударайық. Өлеңнің авторы кім екен бала? Мұзафар Әлмаев. Қай жылы туған? 2017 жылы қайтыс болған. Бұл кісі кім болды? Қай жақта? Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Маралды ауданында дүниеге келген. Қандай журнал? Балалар журналының? Балалар журналының бас редакторы болып қызмет жасаған екен. Ақынның өлеңдерін, жаңылтпаштарын балалар қалай оқыған? Қызыға оқыған екен. Жақсы, өлеңді. Бізде өлең шығармасы өлең ана тіліне тағызым бар ма? Бізде бір өлең бойынша берген сұрақтар. Ақын ана тілін немен теңестіреді? Кім айтады? Ақын ана тілін немен теңестіреді? Ерасыл? Ақын ана тілін анамызға теңестіреді. Жақсы. Ары қарай екінші топ. Өлеңдегі ана тілін бағалау, аялау деген сөзі қалай түсінесің? Иә, қаттырақ, иә? Айтамыз. Ана тілін бағалау, аялау деген сөз тілімізді құрметтеу. Тілімізді құрметтеу деген. Iya.
tavır жазамыз, ya. Бірақ енді кішкене тақырыпқа жақынырақ жазуға тырысыңдар, ya. Мүмкіндіктерің болғанша. Ал топтық жұмыстарда тез бір жазамыз. Тез жазамыз. Ерасылдың тобы Ерасыл бірден оқимыз, аға. Аялаймыз. Зетті. Сен алсың, зетті. Болған шығар. Нәзір. Ақылды. Жақсы, арай. Ардақты, ана тілі, я. Лайықты. Арай. Елдерді мәркері. Жақсы. Енді одан қалдар қалай қойып, кішкене серігім жатыр ол, е? Сәлем оғлым, қазір біз көзді Қарап тұрмыз. басымыз сау болды. Иә? Сабақты сендердің аты ма? Қандай болды? Соның ойларыңды, пікірлеріңді жазасыңдар. Сіздерге тағы да не керек? Сендердің не білгілерің керек? Соны да берген стикерге жабыстырамыз, иә? Көңіл күйдеріңді білдіре қойыңдар, мына жерге жабыстырып айналасында, иә? Болды па? Ал жабыстырамыз, жаңағы. Кім келейін тұрса? Егер қашыма өлеңді үстеміз жастар оқимыз. Жақсы, орнымыздан тұрамыз. Сау болыңыздар.